Сәлем достар, бүгін сіздермен шоколадты қалай темперировать ету керек екенін көрсететін боламын, және финики в шоколадені қалай жасалу жолын көрсетемін. Ең алдымен өзімізге қажетті шоколадты аламыз да микроволновкаға осылай 20-30 секунд сайын шығарып тексеріп отырамыз. Шоколадымыздың градусы 45 градустан аспау керек. 45 градусқа жеткен кезде тоқтатамыз да үстіне 30% шоколадты саламыз. Мысалы, өзіңіз 100 грамм шоколадты еріткен болсаңыз, үстіне сол 100 граммның 30%-ын саласыз. Сонымен шоколадымызды ішіндегі шоколадпен бірге қосып ерітеміз да, рабочий температура бізде 31 градусқа дейін болу керек. 30-31, 29-ға түссе де ештеңе етпейді. Міне, біздің шоколадымыз градусы 31 болды, дайын болды. Енді бізге керегі финикиді тазалап аламыз, ішінде дәнегін алып тастаймыз, жуып, кептіріп алуымыз керек. Мен әр финиктің ішіне грек жаңғағын салдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген жаңғақ салсаңыздар болады. Енді әр финикті осы темперировать етілген шоколадқа саламыз. Міне, видеода көрсетілгендей барлық финиктерді шоколадқа батырып шықтық. Енді оны тоңазытқышқа жібереміз. Менде міне осы қалған шоколад қалып қойды. Енді осының бәрін мен формаға құйып, оны да тоңазытқышқа жіберем. Міне, біздің финиктеріміз де дайын болды. Формадағы шоколадтарымыз да барлығы дайын болды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.